Сені солай жұмсау үшін, құл қылу үшін туды ма? Үстіңде тұрған. Мен де маған да басып қайта директорым. Сен андай деп айтпа, мынандай деп айтпа. Балағанда бір дәрігердің ана вакцинасын талдыртуды айт. Амалын жаса дейді. А мен қалай мынаның баласы? Менде де бала өсіп келе жатыр. Мен қалай қиянат жасаймын сенің балаңа? Сенің балаңа қиянатты мен қалай жасаймын? Әкеліп жетектеп дәрігердің алдына салып беру. Өлімнің алдына салып беру. Бауырым, сондықтан сендерге ешқайсымыз өкпеміз жоқ, түсінеміз жұмыстарың. Бірақ жүректерің сезіп келе жатыр. Сендер де сезіп келе жатсың. Ертелі-кеш мына екі қолға бір күрек табылады деп айтады. Сендер далада қалмайсың. Халық деп бір қадам жасаш, халық сені өз орап алады. Бауырына басып алады, далада қалдырмайды. Шашының айт, міне, мен далада қалдым, жігіттер жұмыссыз қалдым. Семьямды баға алмаймын деп айтшы. Мына жақта қандай белсенді азаматтар бар. Қасына жұмысқа тапсадар сені неге сен жалақының? Арың да намысың да таза болады. Сендер ютубты ашып оқыңдаршы, полиция жайында не айтып жатыр. Құдай-ау, ана жерде сенің әкең мен шешеңді дымын қалдырмай жатыр ғой. Жасыратыны жоқ, оқыңдаршы. Сенің может беттерің түспей жатқан шығар, бірақ ертелі-кеш сол сөз неужели сүйектен өтпейді? Сүйектен өтпейді. Намыс деген сөз бар ғой. Бұл енді сіздерге кішкене айтылып жатқан шығар, бірақ басқа да қазақтың қарапайым мына жерде жүрген сендер азаматсыңдар. Біз сіздерге сенеміз, бірақ енді бүгінгі таңда көрсетіңдерші, өсіп келе жатқан қоғам я болмаса жігіттер сіздерге полицияға сенеді деген. Амалсыздан ғой. Амалсыздан атақ. Қорқатын жағдай келді. Қорққан емес, қорқудан да қалдық. Біз сіздерден қорқудан қалдық. Мына балада боқтай кетіп бара жатсаң. Мен мысалы ауламда көрем. Участковыйлар ана жүреді, молодец жұмыс істейді, потом мен өзім тұрып біле беремін де айта беремін. Бірақ енді жастарды тыңдаған кезде не болса соны айтады. Ау сен де біреудің ағасы сол ғой. Рас қой. Біреудің әңгесісің, інісісің. Видеоны топтарға, группаларға бөлісіп отырыңыздар. Қазір сот шешімі шығатын уақытқа келіп қалды. 13 адамның ісі қарастырылды, адвокаттар сөйледі. Енді шешім шығу керек. Сабырмен, шыдаммен қара. Сен не қылма дейді. Халыққа қиянат жасама дейді ең алдымен. Халыққа қиянат жасама дейді. Міне, мынау Алланың бір аты. Мыналардың барлығы жай ішінен жоқ. Бәрінде де жұмыс бар, бәрінде де отбасы бар. Түсінесіздер? Барлығымыз да, бірақ біріміз үшін дейді. Біріміз үшін. Ана жақтағы жігіттер менің әкем үшін барған жоқ, менің балам үшін барған жоқ. Мына елдің жағдайын көріп тұр. Сенің жерің кетіп жатыр. Сенің жерің ашық кетіп жатыр. Оны сен өзің оқып та көріп те отырсыңдар. Жарас қой, бауырау. Егер дұрыс емес жерім болса, айтшы, мінекей сіздікі дұрыс емес деп. Мынандай сөз бар да, айтады, қараңыздар. Мына дәрігердің алдында сіздің завод барса айтасың, мен мына жерім ауырып тұр дейсіз. Дәрігер емдеп жағдайын жасайды. Бірдеңіз құбырыңыз бұзылып қалса бар, ана сантехник шақырасыз, құбырыңызды істеп береді. Сіздерден келіп сұраймыз, айтамыз, сен полицейсің, айтшы маған, экстремизм деген кім, революция деген не, митинг дегеніміз не деп айтсақ, бірін-бірінен айыра алмаймыз ғой. Келесіне экстремист, айналайын экстремист айнып беріңдерші бізге. Міне білдей подполковник кім бар, әнште, старший лейтенантыңыз екен, капитан бар ма? Нені ал жарайды келді. Құқық қорғау дейміз. Ата заңымызда қанша заң деп жай шейін сұрақ жасақ, оны да айта алмаймыз. Мы не моих компетенциях дей саламыз. Түсінесіздер ме? Вот қаяқтан басталады проблема.